Арма қадірлі көрермен, бұл Бөкей подкаст. Бүгін бізде қонақта Менің өлкем Ридер газетінің бас редакторы Әділхан Есімханов. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Енді әңгімемізді өзіңіз басқарып отырған Менің өлкем Ридер газетінің қашан және қандай мақсатта ашылғанынан бастасақ. Рахмет. Ридер газетін біз негізі өткен жылдың күзі, қараша кездерінде, қазан айында нақты жоспар құрып қойдық. Ол жақта енді өзіндік басылым жоқ екенін естіп, біліп, соған сәйкес қазақ тілде бір басылым болғаны орынды болар деп есептеп, және басшылығымен кеңесіп, сол жақпен таныстырдық халықты ең басында. Сондай бір дайындық жұмыстары біткен соң, жаңа жылда 2 қаңтар күні алғашқы нөмірі шықты. Ол басылымды біз Менің өлкем Ридер деп қойдық. Енді негізгі Менің өлкем газеті облыстық басылым болып саналса, бұл соның бір тармағы сияқты көрінді. Және бұның былай бекерден қойылмаған атау деп есептейміз, себебі Ридерде оған дейін газет болған, осы қалалық газеті болды. Бірақ бұл жабылып, біраз уақыт үзіліс болды, басылымға жет болды. Одан кейін енді араласатын әріптестеріміздің айтуынша, сол жақта қазақ тілді оқырман, қазақ тілді ақпаратқа, және сауатты, қызықты ақпаратқа сусап отыр деген тағы да ол бір тұздық болды біздің іс-әрекетімізге. Сөйтіп, Менің өлкем Ридер атауымен алғашқы газетімізді шығардық. Енді біздің мақсат негізі ол жақтағы қазақ аудиториясына қазақ рең беру, ол жаққа өзіміздің бір ұсынатын қызықты тақырыптарымызбен мақала жазу. Және бұл жақта қазақ аудиториясы көбейіп келеді жыл өткен сайын. Одан бөлек қазақ тілге жаңағы қызығатын басқа ұлт өкілдерін де байқадық. Олар да қазақ тіліндегі мақалаларды былай түсініп біліп отыр. Тіпті біз ең алғашында мен кейіпкер іздеген кезде жаңағы басқа ұлт өкілдерінен бірнеше адамды көрдім, өте қызықты екен. Бірі жаңағы Атбегі деген сияқты, бірі радио ісінде еңбек сіңген адам, негізі ұлты басқа, бірақ қазақ тілінде жақсы еңбектеніп жүрді. Біз сол кісінің тамырын басып, сөзге тұртқан кезде ол кісілерді қуана-қуана сұхбат берді. Енді ол жақта тарихи тұлғаларда жемісті еңбек еткен, ол жақта жұмыс істеген, Шәкен Аймановты айтсақ та, Дінмұхамед Қонаевты айтсақ та, мысалы сол Димаш Ахметұлы туралы оның көзін көрген адамдар да бар. Оның барлығы бір қамшылады, жақсы мақаланың шығуына себеп болды. Архиві бар ол жақта, музейі бар, кітапханасы бар. Осының барлығын біз жинап, топтап, қазір бір қорымыз бар, жоспарымыз бар. Енді барынша жаңағы бір аға журналистердің айтқан кеңесі бар, барынша өлмейтін мақала жазу керек деп. Енді ойлаймыз, сол қормен алдағы уақытта жақсы мақалалар жазылады. Енді алдыңғы легі жаздық бірнеше мақаламызды. Енді оған оқырман бағасын берді. Бірақ жақсы жоспарымыз бар. Сол үшін әлі ізденіс керек, еңбек керек. Сіздің ойыңызша жалпы газеттердің болашағы бар ма? Бұл өте жиі қойылатын сұрақ негізі. Қазір өзім басылымда істеп жүргеннен кейін көбі күмәнмен қарайды оның газеттің болашағына. Негізі енді қысқа жауап берсем, бар деп есептеймін өзім. Иә жоқ деп айтсақ, мен иә деп айтамын. Себебі мен өзім байқадым, кейбір жаңағы Орта Азия елдерінде газеттің қайтадан белең алып, көпшілік арасында жақсы бір оқылым жинап жатқаны, таралып жатқаны, ол жасырын емес негізі. Мәселен, Жапонияның өзін алайық, ол жақта газет оқу мәдениет кәдімгідей қалыптасқан. Енді бірақ кейбір айтады, олай бір дамып кеткендермен салыстырғанда келмейді ғой. Әділхан, енді өзің қазіргі бір практикамен мысал келтіріп айтшы деп. Иә, ол біз жасырмаймыз, қазір әлеуметтік желі біртіндеп тықсыра бастағандай көрінеді. Бірақ ең соңында басылымның маңызы бәрібір де ол оқырманның демеуімен, баспасөздің жанашырларының үлесімен бұл газет өлмейді деп есептеймін өзім. Себебі бұл газет ең біріншіден тарих, ол жақтағы мысалы бір күн, 2 күн тіпті апталап дайындықпен жазылған мақаланың тақырыбы қойылады. Ол тақырыпты мысалы біздің аға буын өкілдеріміздің қойған тақырыбына біз қызығып қараймыз әлі де. Және солардың алып өзімізде бір қызық тақырып қоюға тырысамыз. Ол бір
тұшымды дүниемен, жақсы бір оймен екшеп барып қойылған тақырып ол оқырманды бірден тартады. Екіншіден сол мақаланың мазмұнын айқындап береді негізі. Кейде жұмбақ тақырыптар қойылады негізі, бір сөзбен деген сияқты. Енді осының бәрін алып қарасақ, жалпы сол қойылған тақырыппен қазғалпы біз егер әлеуметтік желіге салсақ, ол түсініксіз болады. Сол үшін біз әлеуметтік желіге сәл аудитория тарту мақсатымен тақырып өзгертеміз. Ол жаңа былай қарасақ, көп жерде кездесетін сайттың стиліндегі тақырыптар ғой, қарапайым тақырыптар. Сұрақ белгісімен немесе жай ғана бір хабарлау мақсатына тақырып қойылады. Бұл бір ғана мысал. Ал жалпы алсақ, ертең ол әлеуметтік желідегі сайттағы материалдар қандай да бір степен өшіп қалуы мүмкін негізі. Енді бір ғана оның артықшылығын айтады, қате кетсе оны түзеп жіберуге мүмкіндік болады деп. Жақсы, енді бірақ оның бәрін былай сырып қойсақ, енді әлеуметтік желідегі ақпараттар енді кейде сүзгіден өтпей қалып, жаңағы жария болып жататын кездер де бар. Ақпарат тарап жатады. Иә, жалған ақпарат, оның артынан жаңағы біз резонанс дейміз, дискуссия дейміз. Сондай бір кері бағыттағы іс-әрекеттер болуы мүмкін. Ал енді газет қалай десек те, бір аудандық газет, қалалық газет, республикалық деңгейдегі газет болсын, қарапайым жаңалықтың өзі кейінгі бір оқырман, кейінгі бір үлкен ақпаратқа мақала іздеген кісі үшін ол көп көмекші құрал болады. Себебі ол газет тігіндіге сақталады, ол архивтерде болады. Енді жеңіс күні қарсаңында Риддер тарихи өлкетану музейінде біраз ақпарат іздедім. Газеттің тігіндісі, енді ол жақтағы кісілер өзі подшивка деп айтып жатады. Сода қарап едім, көп материал сақталған, және Риддердің өткенін айқындап беретін көп ақпараттарға кездесті маған. Жаңа архивіміз бар, көнегөз оқырмандарымыз бар, солардың бәрін деректерін сабақтастырып қорытындылаған кезде жаңағы кезіндегі жазылған ақпараттар бізге бір кішігірім архивтің қызметін атқарып берді. Мысалға, енді осының бәрін бір маңызын қосақ, газеттің болашағымен бар деп ойлаймын. Тіпті ол газетті мынандай енді қоғам біз көзілеспе жылдамдықпен дамып келе жатыр қазірге, оны бәріміз де байқаймыз. Бірақ дегенмен де енді өткеннің үлесі, өткеннің дәстүрі ретінде газет оған төтеп береді бір күні. Тіпті жаңағы енді мысалдар келтірсек жетіп жатыр. Жалпы қысқаша қорытындыласақ, газеттің астары тереңде жатыр. Оны біз алға қарай дамытатын болсақ, газет оқу мәдениетін қалыптастыратын болсақ, бұл белгілі бір уақытта қайтадан күш алуы әбден мүмкін. Жаңа өз сөзіңізде тақырып қоюға қатысты айтып қалдыңыз ғой, кейбіреулер жеңіл жолын таңдап кетеді деп, сұрақпен деген сияқты, ұйқас қумай деген сияқты. Тек тақырыптан бөлек жалпы кейбір аудандық газеттерде енді атын атап түсіністемей қойын, бірақ та республикалық мақалаларды көшіріп жариялай салу деген сияқты, тіпті авторын көрсетпей жариялай салу деген сияқты детальдарды байқап қалып жатам. Менің өлкем Риддер газетінде ондай дүние мүлдем жоқ. Одан кейін тек қана эксклюзив тақырыптар, Риддердің жаңалықтары, облыстың жаңалықтары, барлығы авторлық мақалалар екенін көзқарақты оқырман көріп жүр. Енді жалпы мына газеттен бөлек жалпы қазақ журналистерінің ішінде тағамды кемшін тұстар бар деп ойлайсыз? Өзін жаңағы асықпай талқылауға болады екен негізі. Біз енді жаңағы редакциямызбен алда қойған мақсатымыз дейміз бе, жоспарымыз дейміз бе, бұл барынша сол локация дейміз, жердің жаңалығын беру, одан бөлек тіпті қалай десек жоқтан бар жасау емес, бұл жерде бір амалын тауып, бір есігін дейміз бе, көзін тауып, бір сықты ақпаратты беру. Себебі енді жыл өткен сайын журналистиканың қазанда қайнайтын әріптестеріміз, ағаларымыз, олар өте байқампаз келеді екен, сыни ойлау, тақырып табан астына деп айтады. Мысалға, біз тек жаңағы көзбен емес, көкірек көзін ашып, тіпті енді мүмкін болса барынша сол әдіспен төңірекке қарасақ, қызықты тақырыптар табуға мүмкіндік өте көп. Енді Риддер бір жағынан қала ғой ол, қалай десек те, моноқала, оның да жаңағы өзінің әлеуеті бар, туристік тұрғыдан да, жаңағы спорт тұрғысынан да деп алсақ. Енді кемшін тұс деген кезде ең бір айтарым, жаңағы аға буынның ақылымен, егер ойым жеткізетін болсам, өлмейтін дүние жазуға асығу, өлмейтін дүние жазуға тырысу, бұл сол журналист негізі өздігінен қамшылайды екен. Қамшылайды, түзу жолға салады, жоспарын құрып береді. Бұл жерде тәртіп керек бір жағынан, сол мақаланы іздеу жолындағы жоспар керек ең алдымен. Біз
кемшін жұмыс дегенде қазір көбінесе қарапайым бір ғимаратта алайық, сол ғимараттағы жиналыстар, қатардағы жиналыстар, бір талқылау, бір нәрсені жаңағы ой өрбіту, әлде бір дөңгелек үстелдер болады. Олар енді бір жаңағы былайша айтқан кезде сол қолмен жазылатын мақалалар болады ғой. Ол енді ертең ұмытылады да қалады. Негізі бір сәттік мақалалар, я оған қатты бір адам өзінің бойында әлеуетін жұмсап қажеті жоқ деп есептеймін. Керісінше біз сол облыстың, мысалы сол қаланың өткен жаңағы қала естеліктерінен айшықтайтын немесе бір жастарға қатысты мәселелер болса, солардың барлығын бір бағытқа қойып, жаңағы кезең-кезеңімен адамға түсінікті етіп ақпарат беру арқылы көп ізденіс жүргізуге болады. Енді аудандағы әріптестер бәлкім ол жақтағы мен газеттің саясатын бәлкім түсінбеуі мүмкін. Әлі де мысалы өзіме де сол әріптестерге де әлі ізденіс негізі көп жасау керек. Бізде тақырып қоюға өте көп мән берілуі тиіс. Одан бөлек тақырыпты ойнатуымыз бар. Одан бөлек жаңағы барынша сол ауданның, сол қаланың жаңалықтарын қамтысақ, ол оқырман үшін де өте қызықты болады. Себебі бұл республикалық деңгейдегі ақпараттар ол тым жеңіл, оны жаңағы көшіріп алып салу деген сияқты. Және де ол оқырман қызық болуы мүмкін. Мысалы, ол елде бір қаншама бір қолөнерші тұруы мүмкін, ол қалада бір мықты атбегі болуы мүмкін. Соның күнделікті ғұмыры, бір күндік жұмыс күні немесе жаңағы сол бағытқа қалай келуін қысқаша сұхбат беру арқылы да қызықты етіп беруге болады. Ал енді аудандарда архивтер бар, ода жоқ болғанның өзінде, ол мысалы кітапхананың мұрағатында, қаладағы облыстық мұрағаттарда ол енді үлкен еңбекті уақытқа жетеді. Дегенмен де газет, мысалы бұл кейін біз тарих деп айтатын болсақ, ол тарихта қалатын мақала жазылу үшін ізденіске бөлінетін уақыт ол жоспарлануы тиіс деп есептеймін. Тарапынан ерекше бағасын алып, халықтың талқысына түскен мақалаларыңыз бірнешеуін өзім оқығанымда, халық та жақсы біледі. Соның ішінен енді өзіңізге ыстығын, ерекшесін бір-екі мысал келтіріп жіберсеңіз. Енді сіз өстіп мысал келтіріп отырғанда екі материалым ойыма келеді. Ең бірінші, жыл өткен сайын мысалы соғыс ардагерлерінің қатары кеміп келеді, ардагерлер саны азайып барады. Енді оны көру бізге өте өкінішті. Біз кейде олардың ерлігін белгілі бір аталарда ғана айтамыз, бұлай күндер ұмытып қалады. Енді осындай бір атаулы күндерді, мысалы қазақ халық үшін, қазақ жұрт үшін қасірет күндерді алсақ, 16 желтоқсанды біз аламыз. 16 желтоқсанның мысалы сол күнгі бір 2-3 күндік атмосферасы, біз мысалы деректі фильмдерді қарасақ, мектептерде бір басқа бір білім мекемелерінде соған қатысты бір дөңгелек үстел, жиындар, еске алу мақсатында түрлі шаралар өтеді. Енді біздің мақсатымыз мақала жазу болғандықтан, бізде енді осындай мереке күндері соған орайластырып материал іздейміз, кейіпкер іздейміз, болмаса бір сарапта мақала жазуға тырысамыз. Сонда бір әріптес ағам деп айтсам болады, кейіпкер ұсынды. Бұл енді Қатонқарағай ауданының тумасы, Еңбек ауылының тумасы, нақтырақ айтсақ. желтоқсан оқиғасына қатысқан, соның енді нақты бір жаңағы қанды ортасында болған кейіпкеріміз бар. Сол туралы мен жаздым. Ең басында деректі фильмдер көрдім, соның бір жаңағы атмосферасына енейін деп. Біз олдан кейінгі буын өкілі болғандықтан Брежнев алаңдағы жаңағы қақтығыс қалай басталғанын біз енді сезінуіміз өте қиындау болды. Сол себепте жаңағы түрлі телеарналардан бейнелер көрдік. Сонда бір эпизод болды, жаңағы біздің кейіпкеріміз, мен жаңағы жазуға оқталып жүрген объект бір шашын көтеріп сүйреп бара жатқан сәт болды. Оны сұхбат кезінде ол кісі өзі маған айтқан, бауырым, егер көрсең, бір эпизодтарда шашын сүйреген қазақты көресің, сол мен едім деп айтқан. Енді оның қай деректі фильм қалай табам деп сәл ой ормана еніп отырған кезде осы фильмдерді ақтарып көрдім. Сонда бір 7 минуттық қой деймін, YouTube арнасында көрдім. Осындай кеш уақыты, ұрыс керіс, айғай-шу, бір мезетте бір көліктердің немесе мақсат түрде шам түсіріп жүрген кісілер болды. Ол кезде қызыл жағалар дейді, немесе жаңағы тәртіп сақшылары дейді. Барлығы да ұрыс керіс, нағыз бір төбелестің әлі жалғасып жатқан кезі болған. Сол кезде бір кейіпкерді, бір қолға түскен адамды шашынан ұстап сүйреп келе жатқан кез болды.
бірден жаңағы стоп тетігін басып бір сәт ойға баттым. Сосын ол жаңағы мен сұхбат алған кісінің қазіргі фотосымен, қазіргі бейнесімен 25 жастағы суретімен жаңағылар салыстырып көремін, ұқсап тұр негізі. Кішкене былай қобалжыдық, іштей қуандым. Енді мақаламды мен қалай жазылатынын түсіндім сол кезде. Ол енді жаңа әйтеуір қанша сағат екен, 5 сағат, 6 сағат әйтеуір кішкене өзімді ойлап, үстей кішкене ой жеп дайындалған болдым. Сөйтіп таңертең келіп жаздым. Таңғы 6-да 7-ге біз жұмыс орнына жазып шықтым. Ол енді оқырман тарапынан бір жақсы бағасын алды деп есептеймін. Енді бірыңғай бір қоңыраулар түспесе де, көрген білген әріптес ағаларым, таныстарым, достарым оқыған екен, жақсы бағасын берді. Бірақ бұл онымен шектеліп қалған жоқ. Жаңағы енді ол тарихи сурет болып саналады негізі, шаштан сүйреп бара жатқаны. Сол туралы бір мақаланы көрдім. Оны да бір жаңағы әріптесім айтқан, Айдылхан, бұл сен жазған мақаланың кейіпкері ғой, бірақ бұл жерде шаштан сүйреп зардап шеккен адам бұл Астана қаласынан деді. Бұны бәлкім зерттеп көрерсің деді. Анық қанығына жету керек қой деп. Жүрегім дауалаған жоқ ең басында. Бұл енді бұл қуаныш емес, қайғы тақырыбы ғой. Не дегенмен қаншама адам қан төгілді, жаңағы түндіктер желпілдеп, шаңырақ ортасына түскен кездер. 3 күн, желтоқсанның жаңағы 15, 16, 17 кездері. Екінші кейіпкерге жаңағы фотосуреттегі адам, менмін деген адамның нөмірін таптым. Бұл өнер иесі екен, өнер жолындағы адам. Сонымен хабарласып едім, тамырын басып көрдік. Бұл кісі ешқандай реніш білдірген жоқ. Иә, бауыр, бұл оқиға былай болған еді, бұл өзінің нұсқасын айтып берді сонда. Енді катонғарилық жерлесіміз бар, жаңа астаналық азамат бар. Екеуін сараптап келіп, жерлесіммен тағы бір сөйлестім. Ағай, тағы сіздің ойыңыз қалай? Осындай бір кісі шығып жатыр екен деді. Ол айтты, Айдылхан бауырым, енді ол біз мақтанатын емес деді. Мен шықты деп. Бірақ мен өзім сенімдім деді. Менің достарым айтты деді. Кейін біз жаңа салыстырып та көрдік, бұл енді анық менмін деді. Сонда енді екі тараптың өз шындығы бар. Бастысы бұл ең жалғыз бір әдісі қалды. Бір желтоқсаншы ағамыз айтты, Айдылхан, егер бұның шындығына жететін болсақ, біз ДНК-ға жүгінуімізге болады деді. Ол біздің есепке қарай сөйлеу әбден мүмкін деді. Мен сенімдім деді. Енді бұл тағы да бір ұзақ үрдіске ұласуы мүмкін. Бірақ дегенмен де мақаланы қорытындылау керек болды. Бастысы екі тараптың пікірін ескеріп жаздық. Енді бұл жерде сұрақ болуы мүмкін, сіздің ойыңыз қандай деп, мақала авторы ретінде. Бұл енді мен жерлесіме, жаңағы катонғарайлық азаматқа жақтап ол кісінің сөзін сөйлеген емес. Бұлай бір қиын емес. Әшейін сол кездегі 25 жастағы суретімен ана сурет салыстырсаңыз, иә, ол жаңағы логикада емес, әшейін байқағыштық қасиетіңіз болса көрінеді. Ал жаңағы астаналық өнер иесі ол кісінің фотосын көрсем, сәл бір бояумен үйлестірілгені мен өзім байқадым. Енді кейін тағы да бір қарауымызға болады. Бұл енді бір кішігірім зерттеу ретінде сәтті шыққан мақалам деп айта аламын. Тағы бір, жаңағы уақытымыз шектеулі болса бір айтайын. Бізде жаңағы 80-90 жылдары тек Өскемен емес, жалпы КСР көлемінде көршілес елдерде де қылмыс әлемі өршіген кездер болды. Жаңағы не бір аярлар, не бір жауыз адамдардың қылмыстары ол сол қаланың, сол ауылдың дейміз бе, берекесін алып құтын қашырған кездер болған. Бұл жасырын емес. Дәл осы мысалы Оралхан Бөкей кітапханасында бір жаңа басылымдар келді деп естідім, жаңа кітаптар. Соның арасында Красный Восток деген атаумен үлкен мұқабасымен жаңағы ауқымды кітап тұрды. Фотоальбом ретінде бар ішінде. Соны ашып едім. Біздің Өскемен аумағында қандай қылмыстар болды. Сол қылмыстарды ашқан жаңағы енді орыс тілінде оперлар деп айтады, немесе жаңағы полиция қызметкері, ізгесуші дейміз бе. Сол адам өзі жазған екен. Қандай қылмыскерлермен ұшырасты, қандай қылмыстар болды, барлығын тарау-тарауымен нақты сандар келтірген. Енді ол кітаптан аударма жасай салу қиын емес негізі. Бірақ бізге ол адам сол қылмыскерді қалай тапты, қылмыскердің жаңағы полиция қызметкерінің агрессиясы қандай болды, сол кездегі қылмыс қалай өршіп тұрды Өскеменде. Бізде соның бәрін білгіміз келді. Біз тағы да өзіміз сұрақхаттар жібердік. Жалпы сол жылдар Өскеменде қандай қылмыстар негізінен белең алғандығын, соңғы қылмыс, ең ірі қылмыс қандай болды облыс аумағында. Енді полиция департаментіндегілер уақытылы жауап бергені бар. Сол жаңағы мақалада көмегін тигізді. Жаңағы енді ол жасыратын жоқ шығар. Бұл тәртіп сақшысы Виктор Горшков есімді азамат. Бұл үлкен Нарын ауданының тумасы болуы мүмкін. Сол жақтікі.
сұхбатымызды алдық, тағы да бір деректермен салыстырдық, сандарды сөйлеттік. Бұлай жібі түзу оқырманға қажет. Енді бұл үлгі алатындай мақала емес ешқандай. Тек сол кезде қандай қылмыс болды, қандай бір жауыз адамдар болды, соны қылмыскер полиция өкілдері қалай ұстады. Бұл енді сәл бағыты бөлектеу мақала, енді сәтті шыққан. Енді кейін мен бұны бір емес бірнеше қылмыс болғаннан кейін циклдік мақала ретінде ұсындым оқырманға. Осы күнге дейін 4 материалым шықты, бірақ әлі жалғасы бар негізі. Бұл таза енді өскемендегі мешіт дейміз ғой, мешіттің садақа ретінде салған жәшігіне соны бұзып жарып алып кеткен қылмыскерлер де болған негізі. Мысал ретінде келтіріп отырмын. Енді осылар сәтті мақала негізі, бірақ әлі де ірі дүниелер, маңызды дүниелер жазуға тиіспіз. Тағы да енді сөз басын айтып кеттім ғой, ізденіс өте көп қажет бізге. Енді біз кітапханада отырғаннан кейін, одан соң өзіңіз журналист болған соң кітапты жиі оқитыныңызға күмәнім жоқ. Жалпы қандай жанрда кітаптарды оқыған жақсы көресіз? Кітап осы жуықта ғана бір әріптесім статистика келтіріп еді, Қазақстанда қанша кітаптар шығып отыратын, жаңа кітаптар өте көп екен, миллиондап шығады екен бізде әр жылы. Оның бәрін оқу мүмкін емес. Ең алдымен өз кемшілігін айта кетейін осы кітап оқудағы. Негізі қазіргі жастар көп оқуға, жиі оқуға дейін қойып жатқан психологиялық коммуникацияны дамыту дейміз бе, жалпы осы бағыттағы кітаптар мен бәлкім енді қолға алатын шығармын. Әзірге мен осы уақытқа шейін қамтыған көбінесе қазақ әдебиеті, қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар, көбінесе спорттық бағыттағы тақырыптар, одан бөлек әлем әдебиетіне енді бой үйрете бастадым. Ол жақты да қамтыған өте дұрыс, өте орынды. Жалпы бір бастан кешкен оқиғалар дейді ғой адамның. Бір жерде бір қиындықпен ұшырасып, сол қиындықтан қалай шықты, қалай жеңді, немесе бір белгілі бір уақыт дәуіріндегі қиындықтарды сол уақыт кеңістігіне еніп барып танысу өзіме өте қызық. Енді қысқаша мысал айтсам, көбінесе ол Мұхтар Мағауиннің әңгімелері, повестері, романдары. Оған біз Сары қазақты алсақ та, одан бөлек Аласапыранды алсақ та, Тазының өлімін алсақ та, бұл енді проблема да бар. Одан бөлек шығармалардың соңында кәдімгі оқырманға ой салатын тұстар өте көп. Ішінде мифтік та, мистикалық та бағыттағы сөйлемдер бар. Бірақ біздің әлі оқитын бағыттарымыз өте көп. Дегенмен осы тарихи романдар өзіме ерекше жақын, ерекше қызық. Дарбоз роман алсақ та, Ақбоз үйді алсақ та, бұларды оқып отырып, жүректің соғысы, өзгеру әбден рухтанамын. Бірақ біздің қазақ жазушылардың қазіргі әдебиетті алсақ та, қай бағытта қалам сілтеп жүр, оның барлығы оқырманға ой салатындай, оқуға тұрарлық, әлі соларды қамтуымыз тиіс деп, қамтуымыз керек біз деп ойлаймын. Енді ақырғы сұрағым, Оралхан Бөкей шығармашылығына қатысты ойыңыз қандай? Ол кісінің шығармасы туралы негізі біздің жерлес прозашыларымыз өзінің сұхбаттары бар, небір мақалалары бар. Ой өрбітуге уақыт көп керек болады негізі. Оны асықпай да айтуға болады, бірақ қысқаша пайымдасақ, бұл кісіде мифтік, одан бөлек түп сана дейміз ғой, әпсана дейміз ғой, философияда тұнып тұрады көп шығармасында. Мысалы, теріс саққан шығармасын алсақ, теріс саққан шығармасында бұл біртіндеп қазақтың тоқырау жылдарындағы салт дәстүрлердің, мысалы қазақтың даму үрдісінің кейінге кетіп бара жатқанын өте бір күйінішпен қазғалпы бейнелеп береді негізі. Осы шығармасы ерекше әсер еткені бар. Одан бөлек енді ол театрларда сақталып жүрген Қасқыр ұлған түнден алсақ болады, Тортайымны Ақбоз атты алсақ болады. Және ең көңілден шыққан ол өз отыңды өшірме романы ғой. Бұлар туралы да жекелеп пысықтап талдауға болады. Оралхан шығармасы, Оралхан Бөкей атамыздың шығармасы, бұл оның ішінде публицистика да бар. Негізінен кез келген жас ерекшелігін оқырманға бірден іліп әкететін,
оқуға жеңіл, тілі оралымды шығармалардың бірі, және біз осындай жазушымыздың барына мақтануымыз тиіспіз деп мақтансақ өте орынды болады. Жақсы, рахмет. Сізге алтын уақытыңызды бөліп, бізге келіп сұхбат бергеніңізге мыңда бір алғыс айтамыз. Қаламыңыз қолдан түспесін, қазаныңыз оттан түспесін, жаза беріңіз, жарқырай беріңіз, тек сәттілік. Көп рахмет. Сіздерге де рахмет. Қадірлі көрермен, осымен Бөкей подкасттың кезекті шығарылымы мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.